Бірінші кезекте мен анамын. Сіз кішкентай кезінен бүркіттерді көрдіңіз, одан қорыққан жоқсыз, қасына жақындап жүрдіңіз. Абайдың шығармаларында көп кездеседі осы қазақтың ұлттық ойыны. Уже и в Турции внедряют эту игру и даже открыли школу по нашей игре. Тақ болса алмаймыз, жоқ болса аламыз. Құрметті тыңдармандар, бүгін біздің Шәкәрім подкаст студиясында өте ерекше қонақ. Балабақша саласында еңбек етіп қана емес, жаңа идеяларымен, жаңашылдығымен, ұлттық құндылықтарға деген адалдығымен көпке үлгі болып жүрген керемет маман. Мөлдір Айтқалиқызы Жолбарысова. Үздік балабақша 2023 байқауының жеңімпазы, номер 5 Ақбота балабақшасының меңгерушісі. Аландағы бестемше авторлық ойынның авторы, педагогика ғылымдарының магистрі, Қазақстан Республика оқу-ағарту министрлігі жанындағы ұлттық ғылыми практикалық дене тәрбиесі орталығының оқытушы тренері. Сонымен қатар ұлттық құндылықтарды насихаттап жүрген ұстаз, басшы, жаңашыл ұйымдастырушы. Мөлдір Айтқалиқызы, сәлеметсіз бе? Өте қуанып отырмын. Сіз бүгін біздің қонағымыз. Алтын уақытыңызды бөліп бізге келіңізге өте сізге ризамын. Сәлеметсіз бе? Шақырғандарыңызға үлкен рахмет. Мөлдір Айтқалиқызы, айтып жіберіңізші, неліктен кішкентай балалармен жұмыс істеуді таңдадыңыз? Мысалы, неге мектеп емес? Жалпы бірінші кезекте мен анамын. Және балаға мейірімін, махаббатын бермейтін жер бетінде әйел заты жоқ шығар деп ойлаймын. Жалпы балабақшаға мен баламның артынан баламмен бірге кірдім. Орыс тілінде білім беретін, тәрбие беретін балабақшада қызмет атқардым. Ол жерде мен мектеп баланың қалыптасуының қабырғасы болса, балабақша іргетас екенін түсіндім. Және сол салада бәлкім өзгерістер енгізгім келеді. Сол үшін қалдым. Осындай уақыт бола ма өкінгенге? Неге мен балабақша, неге кішкентай балалармен мектепте істеу мүмкіндігім болды, университетте? Жалпы педагогика дегеніміз қиындығы мен қызығы қатар жүретін мамандық қой. Әрине, оңай емес. Қиын тұстары болды. Сол кезде менің орным осы деген ұстаным мен ұстап қалды. Және де балалардың күлкісі, кішкентай балалардың жеткен жетістігі, ата-аналардың алғысы менің өзімнің мамандығыма мақтанышпен қарауыма септігін тигізді. Қоғамға, ұлтқа, ұлттық тәрбиеге кішкентай болса да өзімнің үлесімді қосу керекпін деп ойладым. Сол үшін балабақшадан бастауды жөн көрдім. Кім бірінші тәрбие өзіңізге, лично сізге берді? Сосын маған өте қызық, қай жақтан сіз біздің Астанаға келдіңіз, қай жерде сіздің кішкентай бала болып өстіңіз, ата-анаңыз кім болып, мамандығы қалай болды, қай мектепті бітірдіңіз, сосын мектептен кейін қай оқуға жоғары түстіңіз? Өзіңіз туралы айтып жіберіңізші. Мен жалпы бала тәрбиесіндегі ең алғашқы ұстазы, тәрбие деген әкенің қанымен, ананың сүтімен беріледі ғой. Тәрбиенің тал бесігі отбасынан бастау керек. Сондықтан мейірімділікке, нәзіктікке, қамқорлыққа үйреткен ол менің анам. Ал жауапкершілікке, еңбекқорлыққа, ешкімнің ала-жібін аттама, өтірік айтпа деген ұстанымды бойымызға сіңіріп өсірген ол менің әкем. Жалпы Шығыс Қазақстан облысы, Аягөз ауданы, Аягөз қызымын. Семей қаласындағы Қайнар университетін бітірдім. Одан кейін Шәкәрім университетінде магистратураны бітірдім. Бірінші мамандығым қазақ тілі мен әдебиеті, ұстаздық. Екінші мамандығым
мектепке дейінгі білім беру мен тәрбие. Мгм. Одан кейін еңбек жолымды Өскемен қаласынан жалғастырдым. Мгм. Содан кейін 2021 жылдан бастап Астанадамын. Анам азаматын құрмет тұтқан, отбасының ұйытқысы болып отырған көп балалы ана, 4 баланы тәрбиелеген кісі, өте бір сондай салмақты, сабырлы, жұмсақ кісі. Әкем жылқы баққан, бәйге ат ұстаған, жаңағыдай бүркіт асырап үкі ұстаған, сондай бір құндылықты бойына сіңірген керемет ер азамат деп айтатын едім. Мен көп тәрбиені әкемнен алдым. То есть кішкентай кезінен бүркіттерді көрдіңіз, одан қорыққан жоқсыз, қасына жақындап жүрдіңіз. Отбасынан көрген үлкен әкелер мектебінің тәрбиесін көрдім. Сондықтан да ұлтқа, ұлттық құндылыққа деген құншылық менің отбасымнан басталған дүние деп ойлаймын. Керемет, өте керемет. Мен сізден сұрағым келгені, алаңдағы бестемше, осы ойын туралы айтып жіберіңізші. Қалай идея туды, қалай қиын болды, қандай қиыншылықтар болды осы идеяны реализовать? Енді алаңдағы бестемшеге тоқталмас бұрын бестемшеге тоқталған дұрыс шығар деп ойлаймын. Бестемше деген не? Тоғызқұмалақты білем. Бестемше ол бөтен. Қазақтың ұлттық зияткерлік ойыны тоғызқұмалақты барлық халық біледі. Ал бестемше дегеніміз ол тоғызқұмалақтың балаларға арналған түрі, 4000 жылдық тарихы бар. Әсіресе Абайдың шығармаларында көп кездеседі осы қазақтың ұлттық ойыны. Бұл ойын жалпы баланың танымдық, зияткерлік қабілеттерін дамытуға арналған бір таптырмайтын керемет ойын. Енді бұған тоқталатын болсам, 2021 жылы 61 балабақшадан осы бестемше деген ойынды енгізу бастау алды. Бұл ойынды 61 балабақшада енгізіліп, Қазақстанда жалпы насихаттап жүрген Тоғызқұмалақ Федерациясының вице-президенті Мақсат Есенбекұлы Шотаев мырза. Білім басқармасымен бірлесе отырып семинар өткізіп, нәтижесінде 2021 жылы бестемше ойыны 13 балабақшаға инновациялық жоба ретінде енгізілді, міндеттеліп. Соның ішінде мен қызмет атқаратын Ақбота балабақшасы осы жобаны алдық. Жобаны алып, зерттеп, бірінші өзіміз үйреніп, тәрбиешілерге үйретіп, ата-аналарымызға үйретіп, балаларымызға, бүлдіршіндерімізге үйретіп, бұл ойынның керемет маңыздылығын білдік, түсіндік. Баланың зияткерлік қабілеттерін, мысалы үшін, бала өмірде ғана емес, мектепте ғана емес, өмірде де жоспарлай білу керек қой әр дүниені. Сонда стратегиялық бағыт осы бір ойыннан да бастап алатын түсіне білдік. Және бұл ойында қазақтың салттық санасын, наным, сенімін де баланың бойына сіңіруге болады. Енді осы ойынды зерттеп, үйреніп, қазіргі таңда бұл жүйелі түрде олимпиадалық ойындар өткізіліп тұрады. Осы бестемшеге тоқталатын болсақ, үлкен сұранысқа ие болып жатыр. Және бұл ойыннан алаңдағы бестемше деген ойынды шығардым. Қалай? Неге? Себебі мен үнемі мамандығы мақтанышым деп қараймын. Қандай да бір жұмысты бастамас бұрын жүрекпен, көңілмен, ниетпен қараймын. Ойынды зерттеу барысында стандартта жалпы көрсетілген ғой. Баланың бойындағы 5 дағдыны дамыту. Оның ішінде коммуникативтік дағдылары, оның ішінде танымдық қабілеттері, оның ішінде зияткерлік қабілеттері, әлеуметтік дағдылары деген сияқты осы дағдыларды дамытып, және баланың бойына құндылықты дәріптеу мақсатында алаңдағы бестемше деген ойын дүниеге келді. Бұл ойынның ерекшелігі қандай? Бұл ойынды біз қазақтың футболы деп айтамыз. Неге? Далада ойнайды. Бұл ойынды далада да ойнайды. Бұл ойынды
топта да ойнайды, музыка залында да ойнайды, спорт алаңында да ойнайды. Кез келген жерде ойнауға ыңғайлы, кез келген дүниеден жасап алуға болатын. Неден, қандай құрамнан жасалады? Мысалы, біз ең алғаш алаңдағы бестемшек ойынын ойлап шығарған кезде, біз оны кәдімгі матадан жасадық. Ақ матаны алдық, ортасына 2 қазандық, 5 отауы бар, соны бояп суретпен салдық. Жаңағы ойнайтын тастарының орнына асықты пайдаландық. Осылай ең алғаш алаңдағы бестемше деген ойынның То есть өте простой, да? өте қарапайым. Қандай да қарапайым. Кілемнен жасап тапсырыс бердік. Біз қазір тоқыма түрін, баланың майтабандылығын алдын алу мақсатында тоқыма алаңдағы бестемшені де пайдаланып жатырмыз. Түрлері өте көп. Баннердан жасалған түрі қазіргі таңда өте қатты дамып жатыр. Осы ойын үлкен сұранысқа ие болды. Тек қана Қазақстанда емес, көрші мемлекеттердің де сұранысына ие болды. Қай мемлекетте? Түркия мемлекеті. Қалай олар біліп қалды осы ойын туралы? Ойынды біз 2023 жылы Түркия мемлекетінде үлкен халықаралық семинар болды. Ол семинарда барлық мемлекеттен педагогтар жиналды. Сол жерде біз өзіміздің Астана қаласындағы балабақшалардың жұмысымен бірнеше меңгеруші барып, іс тәжірибемізбен бөлістік. Тек қана Астана әлде Қазақстанның бөтен өңірлерінен меңгерушілер барлық барды да? Сол кезде алаңдағы бестемшенің бала тәрбиесіндегі баланың бойындағы дағдыларын дамытуға беретін мүмкіндіктері жайлы балабақшамызда атқарылып жатқан іс тәжірибемізбен бөлістім. Сол кезде бұл ойын тек қана 2 адам емес, бұл ойын тек қана отырып ойнайтын ойын емес, бұл ойын командалық ойын. Балалар 2 командаға бөлінеді. Неше баладан бір Бұл топ, бір жерде команда? 2 бала, 5 бала, 10 бала, 20 баланы да қамти алады. Қай жастан бастап ойнай беруге болады? Алаңдағы бестемшені 4 пен 6 жас. 3 жастағы балаларды да ойнатып жүрміз, өйткені ол қауіпсіз. Мысалы 10 жас, 15 уже қызық емес, да? Бұл кішкентай бала. Мектепке енгізіліп жатыр. Тек қана кішкентай балаларға ғана емес, бұл ойынды ата-аналарымыз қызығып ойнайды. Біртұтас тәрбие бағдарламасы аясында құрылған біздің ата-аналар мектебі белсенді ойнайды бұл ойынды. Және алаңдағы бестемшеден жақында Түркістан қаласында дене шынықтыру нұсқаушылары арасында жарыс өтті. Ең алғашқы республикалық жарыс өтті осы сәуір айында. Сондықтан Сіз қатысушы болдыңыз ба? Сіздің балабақша, сіз енді ұйымдастырушылардың бірі қонақ ретінде шақырылдым, автор ретінде. Баяндама жасап іс тәжірибемізбен бөлістім. Мен жаңа сіздің сөзіңізді бөліп жібердім, кешіріңіз. Түркияда сонда сіз қандай реакция болды түріктердің осы ойынға? Біз балабақшада іс тәжірибемізбен бөлісіп, ойынды көрсетіп, бала тәрбиесінде өте тиімді екенін көрсетіп, және осы ойынның ерекшеліктерін меңгеріп қана қоймай, мониторинг, талдау жасағанымыздың барлығын көрсеткенде, Түркия мемлекеті өте қызығушылық танытты. Мониторинг қалай жасайтынымызды, стандарттың не екенін сұрап, өте қызықты. Нәтижесінде біз ол апарған алаңдағы бестемшемізді Федерация президенті Рауф Өзге мырзаға сыйлыққа тартып кеттік Қазақстанның атынан. Және қазіргі таңда Түркия мемлекеті тек қана балабақша емес, мектепте бастауыш сыныптарға енгізді. Кері байланысқа шығып тұрамыз, бейнероликтарын жіберіп тұрады, жаңағы баннердан жасап шишкалармен ойнап жатқанын, бөтелкенің қақпақшаларымен ойнап жатқанын, жасап жатқанын, енгізіп жатқанын бізге іс тәжірибелерімізбен бөлісіп тұрады. Және тағы бір қызықты болғаны, бестемше деген мектеп ашып, сол мектепте Самсун қаласында алаңдағы бестемшені Самсун қаласының әкімі ойнады. Түркияда ма? Түркияда. Орысша айтқанда нет пророка в своем отечестве дейді, если там уже такую школу открывают. А у нас в Астане, Астанада қалай, осы ойын әр балабақшада уже өндірілді ма? Мектепте, вот на ваш взгляд, қалай вот это вот, если в Турции такое признание, как у нас? Иә, бұл ойын
содан кейін жаңағы 21 жылы 13-14 балабақшаға инновациялық жоба ретінде енгізілді дедім ғой. Олимпиадалық ойындар ұйымдастырыла бастады. Содан кейін бұл алаңдағы 5 емшек ойыны авторлық ойыны шығарылды. 23 жылы осы 5 емшек 37 балабақшаға инновациялық жоба ретінде енгізілді. Қазір 5 емшекмен қатар алаңдағы 5 емшек үлкен сұранысқа ие болып, бүкіл Қазақстанға таратылды. Қазір барлық балабақшаларда алаңдағы 5 емшек ойыны жүргізіліп жатыр. Керемет. Содан кейін маркетплейстарда сатылымға шығарып, баннердан жасап, матадан жасап сатып жатқан әріптестерімді байқадым. Мгм. Оған мен қуанамын. Мгм. Өйткені ұлттық болмыс, ұлттық ойын ол насихатталу керек. Ол менікі деп оны мен ғана сату керекпін деп отыруға болмайды. Себебі мен оны бизнес жасау үшін дүниеге келтірген жоқпын. Мен оның кішкентай да болса да ұлт тәрбиесіне үлесін қосса, ол мен үшін үлкен бақыт сыйлайды. Және тағы бір ерекшелігін айтайын ба бұл ойынның? Айтыңызшы. Бұл ойында баланың бойындағы дағдылармен қатар салт дәстүрге тәрбиелейді. Мысалы, екі қазандығы бар екі жағында, 5 отауы бар, 50 тас бар. Ол балаға қауіпсіз болу үшін біз оны жұмсақ матадан жасадық. Мгм. Және кілемше түрі бар, өзіңізге айтқан тоқыма 5 емшеміз бар, асық 5 емшеміз бар, түрлері көп командамен ойнайтын. Енді бұл ойынды жүргенде бірінші ерекшелігі жаңағы тастарды жүрген кезде міндетті түрде отауда бір тас қалады. Мгм. Неге? Себебі қазақта қара шаңырақты қаңыратпаған. Мгм. Қазақта қарттар үйіне өткізу деген болмағандығын, әке шешеге құрмет болу керек екен бір ойынның осы бір кішкентай ережесі арқылы балаға түсіндіріп тұрмыз. Қара шаңырақта қазақ қаңыратпаған деп бір тасты қалдырамыз да міндетті түрде оңға жүреміз. Неге оңға жүреміз? Ол оң босаға, оң бағыт, дұрыс жүру керек екен, дұрыс сөйлеу керек екен, оң босаға, атқа да оң жағынан отыратынын осы бір оң бағыт арқылы, оңға жүру арқылы балаға тәрбиелік бағытта көрсетуге болады. Келесі, жаңағы бір тасты қалдырып, қалған 5 тасты көтеріп, оңға қарай жүруді бастаймыз да, тақ болса алмаймыз, жұп болса аламыз. Бұл жерде жұбыңмен жұптасып өмір сүр. Достықтың ерекшелігін осы бір ойынның ережесі арқылы балаға түсіндіруге болады. Және мысалы, егер жүрген тасың өз жағыңнан бітіп қалса, онда ол тасты біз қазандыққа алып кетпейміз, ұтып алмаймыз. Егер де қарсылас жақтан ол тас бітіп қалатын болса, онда ол тасты қазандығымызға алып кетеміз. Неге? Себебі қазақтар руластардан қыз алмаған ғой. Бұл да біздің ерекшелігіміз. Бұны да біз балаға осы ойынның бір кішкентай ережесі арқылы ойыны құндылық ретінде дәріптей аламыз. Түркияның Мангала деген ойынын алып қарайтын болсақ, Түркияның Мангала деген ойынында өз жағына тас бітсе ала береді. Себебі ол жерде Түркия мемлекеті руластардан қыз ала береді ғой. Қазақта руластардан қыз алмайтындығын осы бір қарапайым ойынмен де түсіндіруге болады. Вы знаете, Мульдер Эдкалетовна, я восхищена и хочу обратиться на камеру, да, что вот эта игра Аландағы Бестемше, она уникальная. И вот я сейчас слушаю молодого все-таки педагога, заведующую, да, и столько в ней духовности, столько вот такой самоотдачи через простую игру, доступную для каждой семьи, для каждого детского сада, для каждого дворового клуба, да, обрести такую игру. Причем она авторски запатентовала свое вот это вот изобретение. Ну, изобретение, оно, собственно, из нашего народа. Оно имеет вековую традицию, но просто она его адаптировала к современным условиям, она его сделала практичным, удобным и несет эту культуру, эту идею в такой степени с гордо поднятой головой, что ею заинтересовались не только уже все детские сады Астаны, внедрили игру, уже и в Турции внедряют эту игру и даже открыли школу по нашей игре. Я восхищаюсь. Мне кажется, вот таких педагогов надо замечать, надо их награждать, отмечать, популяризировать и рассказывать о них. Я
Считаю, что я сегодня очень горда, что вы пришли к нам в студию. Я открыла ваше имя для себя и для читателей нашей газеты «Білімді ел». И да, и мне радует, что вы, хотя у вас патент, вы могли бы сказать, это мое право сидеть, вот заниматься вот таким бизнесом уже маленьким, да, но вы говорите, что вы не ради этого, ради идеи, ради того, чтобы через игру балалар біздің құндылықтарға жақын болды, понимали наши ценности, это очень круто на самом деле, супер. Так, мен сізден сұрағым келгені, сіз үшін құндылық дегеніміз не? Құндылық дегеніміз жалпы ауқымды тақырып қой. Құндылықтың бағыттары өте көп. Мысалы, отбасы құндылығы бар, рухани адамгершілік құндылығы бар, ұлттық құндылық бар. Мен үшін құндылық ол балаға дұрыс тәрбие беру, баланың бойындағы еліне, жеріне, отанына деген сүйіспеншілігін арттыру, үлкенге құрметпен қарайтын, кішіге ізетпен қарайтын, қартын қадірлейтін ұрпақ тәрбиелеу мен үшін осы басты құндылық. 5-ші балабақша Ақбота құндылықтар миссиясы да? Осы миссияны Жалпы біздің ұстанымымыз білім әлемдік болғанменен тәрбие ұлттық болу керек деп, ұлттық бағыттағы жұмыстарды дәріптейміз. Өзіңіз жаңа естігендей, бір ойынның ішінде қаншама құндылық жатыр. Осындай ойынды дәріптеп жүргенім мен үшін мақтан тұтамын. Мен білсем, сіз тағы да ойындарды осындай идеялар бар сізде, да? Тағы. Пока, наверное, еще об этом не говорим, потом еще білеміз осы туралы. Звание осы үздік балабақша 2023 жылы сіздің балабақшаңыз алды. Не үшін? Какие главные фишки достижения? Ең главный сіздің осы мақтанышыңыз. Енді 2023 жылы Ақбота балабақшасы үздік балабақша атағын алып, Астана қаласы әкімінің 10 миллион грантын ұтып алдық. Бұл жерде үздік балабақша болудың өзінің критериялары бар. Конкуренциясы керемет болған шығар. Вообще негізі Астанада көп балабақшалар күшті ғой, уровень высокий. И то, что вы победили, это о многом говорит. 98 балабақшаның 78 балабақша қатысты. Ол жылда дәстүрлі түрде өткізілетін жалпы жоба. Осы үздік балабақша деген өзінің критериялары бар. Оның ішінде біздің балаларымыздың олимпиадалық жеңімпаздары, балабақшаға түскен арыз шағымдардың болуы болмауы, балабақшадағы инклюзивті топтармен, түзету топтармен жұмыстың дұрыс жүргізілуі, жалпы балабақшадағы педагогикалық кадрдың сапалық құрамы, балалардың мониторинг дағдыларының пайызы, барлығы, және сонымен қатар балабақшадағы жасалып жатқан заттық дамытушы орта, шыққан авторлық бағдарламалар, соның барлығы осы үздік балабақша болудың критерияларында жазылған. Сол критерияларға сәйкес келе отырып, 23 жылы Астана қаласының үздік балабақшасы атағын алдық деп ойлаймын. Енді бұл жерде осы ойынның пайдасы тиді бізге, үздік болуымызға. Неге? Себебі бұл ойын арқылы, осы ойынды балаларға үйрету арқылы балалардың танымдық қабілеттерін арттырып, Дарын орталығының ұйымдастырған барлық олимпиадаларынан гран-при иеленіп отырдық. Қандай деп байқап өтсе, Ақбота балабақшасының жүлдесі гран-при болды. Және 2024 жылдың қорытындысы бойынша ең үздік команда жеңімпаз атандық. Осы ойынмен? Әлде негізі? 23 жылы үздік балабақша атағын алдық. 21 жылы үздік экологиялық балабақша атағын алдық. Ал 24 жылы осы олимпиадалық ойындардың гран-при жеңімпаздары бола отырып, 68 балабақшаның арасынан үздік балабақша командасын жеңіп алдық. Супер балабақша ғой сізде. Осы ойынның әсері бар деп айта аламын мен. Осы ойынның енгізудің жүйелі жұмыстың нәтижесі үздік болуымызға алып келді. Осындай балабақшаға ата-аналар тырмысады шығар. Очередь, наверное, все хотят к вам.
Есть такое вообще? Жалпы Астана қаласында балабақшаларға барлық жағдайлар жасалып жатыр ғой. Әр балабақшаның өзіндік ерекшелігі бар. Әр балабақшаның өзінің бағыты бар, өзінің тұрақты ата-аналары бар. Әрине, біздің де балабақшамызға сұраныс өте көп. Мгм. Қазір келеді, ваучерлік жүйемен келеді. Сұраныс бар. Мгм, мгм. Маған өте қызық. Например, балабақша 10 миллион грант алды. Мгм. Ну, сіздің балабақша или бөтен балабақша или мектеп осындай үлкен ақша келгенде осы ақшаны қай жерге жібереді, қалай пайдаланады? Маған қызық. Енді өз тәжірибемді айтатын болсам, жалпы үздік балабақша болу біріншіден маған ең үлкен мотивация берді. Жұмысыма деген, мамандығыма деген мақтанышпен қарап, ары қарай абыройлы қызмет атқаруыма үлкен мотивация берді. Және осы үздік бола отырып 10 миллионды ұтып алу, ол қаржылық қолдау болды. Мгм. Әрине, біздің Ақбота балабақшасында заттық дамытушы орта өте жақсы жасақталған. Соның ішінде ерте кәсіпке бағдарлау мақсатында балалардың мамандыққа деген қабілетін арттыру, жаңағы сүйіспеншілігін арттыру, балабақшадан бастап мамандықты меңгерту мақсатында мамандықтар қалашығын ашуымызға себепкер болды. Мгм. Және осы құндылық кабинетін аштық. Мгм. Және осы бағыттағы баланың жан-жақты дамуына мүмкіндік беретін жұмыстарды жасақтап, жағдай жасауымызға осы 10 миллион себепкер болды. Мөлдір Айтқалиқызы, сіз осы бағытта балабақшада қандай жұмыстар атқарып жүрсіз? Енді жалпы ұлттық құндылықтарды дәріптеуде біз жалпы ата-ана балабақшаға баласын ертіп келгенде күй күмбірімен қарсы аламыз. Яғни қазақтың күйі ойнап тұрады. Содан кейін баланы балабақшаға алып келгеннен кейін, таңғы жаттығу жасалғаннан кейін балалармен бірге міндетті түрде 12 ай жыл көлемінде әнұран ойнатылады. Әнұраннан кейін балалар тамақтарын, астарын ішіп алғаннан кейін міндетті түрде асқа бата қайырылады. Бұл жерде балалардың сөйлеу дағдыларын қалыптастыру мақсатында. Жаңағы асқа бата қайырылады, 12 айда 12 бата жаттап үлгереді бала. Тағы бір ерекшелігі, бала мысалы орындықта ғана отырмайды. Әр ата-анаға біз ескертіп айтамыз, өздеріне сүйкімді, сүйікті қып, әдемі қып, көрпешелерін көтеріп келеді балабақшаға. Балалар көрпешелерге отырады. Бұл жерде қыз баланың жүрелеп отыруы, ұл баланың малдас құрып отыруы, ол да бір тәрбие, ол да бір құндылық, және баланың денсаулығына өте пайдалы. Осындай бір ерекшелігіміз атап айтқым келеді. Және қазақтың төл дыбыстарын логопед, дефектолог деген мамандар бізде түзету тобында инклюзивті балаларға көбінесе жұмыс жасауға арналған ғой. Ал тәрбиешілерге қазақтың төл дыбыстарын дұрыс айту мақсатында міндетті түрде әр топта жаттығулар жасалады. Жаңағыдай у, қ деген сияқты аса мән береміз осындай дүниелерге. Сонымен қатар жаңағы қосымша қызмет түрлері жұмыс жасайды. Қыз балаларымызға Зияткер академиясы аясында шит оқу, ұршық үйіру, жүн түту, бұл баланың ұсақ қол моторикасын дамытуға әсер етеді. Әсіресе аналар мектебінің аясында шашты қалай өру керек, айнаға қалай қарау керек, сырғаның түрлері деген сияқты ата-аналар мектебінің жүйелі түрде жұмысы жақсы жүргізіліп тұр. Ал әкелер мектебінің аясында балаларға ұстахана, баланың жаңағы ұлттық ойындар болсын, зергерлік, әкемен бірлескен жұмыстар болсын, жаңа қамшы өруден бастап, әке мен баласының арасындағы әкелер мектебінің жұмысы. Және біздің балабақшада әжелер ансамблі бар. Әжелерден құралған, кимешектерін киіп, үлкен қала болғандықтан ауылда отырған ата әжелеріміз балалары жұмыста жүргенде немерелерін қарауға қалаға келген. Бар ғой әжелеріміз. Сол кісілер балабақшаларымызда жүреді. Біздің балабақшада жүреді көбі. Келеді, түскі уақытта өнегелі 15 минут, балалар ұйқыға кеткен уақытта ертегілерін оқиды, балаларға міндетті түрде ауысып отырып ертегілерін оқиды.
және де балаларымызға ұршық үйреуді, жүн тоқуды үйретеді. Құндылық кабинетінде атқарылатын жұмыстар осының барлығы. Определенный сағаттарда келе ма күндерде или любой момент Кез келіп келген уақытта есігіміз ашық. Біздің әжелеріміз үйлеріне келгенде ашық қарым-қатынаста жүре береміз. Біз әжелерімізді көрсек, сіз не қылып жүрсіз деп сұрақ қоймаймыз. Ол кіреді, тәрбиешімен сұхбаттасады, жаңағы кітабын алады, баланың ұйықтар алдындағы ертегісін оқиды. Сондай бір Причем әжелердің возрасты қазір уже жас әжелер де бар или именно үлкен кісілер әжелер келіп жүре ма? Жастар енді жұмыста шығар әлі. жас әже Әжелер. болғанда үйде отырған әжелер келеді. Немерелерін алып келген, үйде отырған, және де бір салиқалы киініп ап, камзолдарын киіп ап, бастарына кимешектерін киіп ап келгенде қандай әдемі қарыз. Әдемі вот керемет. Жаулық Және киген, де камзол. балаларға отырып ертегі оқығанда ол бір өте бір керемет терапия балалар үшін. Біздің Сондай. да тыңдармандар қазақ тілде осыны естіді. Керемет, өте керемет, да. Енді біздің бөтен ұлтты адамдар тоже естісін. Мен мақтанып айтамын. Вот в детсадах какая у нас вот наши корни, наши национальные традиции. Бабушки одевают наши жаулықтар. Не вот эти вот с прорезями черными, вообще раздражает, когда на улице ходят. Жаулықтар, камзолдар. Мына жерде вот это қалай қазақша? Қапсырма. Да, солармен, керамат мындай сырғалармен келіп, балаларға ертек айтып, ұршық үйріп, жүн түтіп, да, көрпешелер құрып отырған, это огромное воспитание. И плюс вы сказали, сізде есть такое в наших детсадах, столице, в частности, садике Ақбота, школа отцов, школа мам, школа ажешек, бабушек. И вот даже, оказывается, я когда ездила в Сингапур, Малайзию, восхищались, что там в детсадах гимн слушают. Оказывается, у нас то же самое. Да, вот мы порой не видим, что у нас замечательные делаются вещи, которые воспитывают патриотизм не со школьной скамьи, с детсадовского стула. Вот в этом детсаду уже курпелер приносят с собой, да, қыздар? Отыру қалпы, жаңағы малдастырып отыру, қыздардың етегін жауып жүрелеп отыруы тек қана тәрбиелік мақсатта емес, баланың денсаулығына да пайдалы ғой. Да, вот это учить девочек сесть опрятно, көйлегін бүйтіп, не вот как-нибудь неопрятно, да, ұлдар малдасу оқынып, это все с детского сада. Вот это вот наш қазақ, дұрыс қазақ өте сол жерде. Осылай дәріптеп жүрміз. Мысалы, мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев ұлттық бәсекелестікке қабілетті болу үшін экономика ғана емес, жаңағы адамзат, адам болу жаңағы өзекті деп айтқан. Және де өзінің жолдауында, форумдарда осы тәрбиеге, рухани құндылыққа тоқталып атап кетіп жүр ол кісі. Да. Және де адам білімді, білікті, парасатты болғанда бұл маңызды капитал деп атап көрсетеді. Осы бағытта осы жұмыстардың барлығы біртұтас тәрбие, адал азамат біртұтас тәрбие бағдарламасы аясында барлық білім саласында жүргізіліп жатқан ұтымды шешім, ұтымды жасалған қадам деп айтатын едім. Керемет. Және де осыны бір айтқым келеді. Да, өте дұрыс айттыңыз. Да, нужно согласиться с тем, что вот все воспитание, все начинается оттуда, с детского сада. И чем больше мы туда будем ақшаларды вливать, біздің мемлекет, тем больше мы получим наш мощный человеческий капитал в будущем. Вот куда надо, не жалея, отправлять деньги. То, что звучит гимн каждое утро, біздің қазақский гимн, то, что звучит күй балабақшаға келгенде, ата-аналар естіп, да, балалар естіп. Тут начинается гимн, тут начинаются обычные наши казахские традиции, которые біз ауылдан шыққан адамдармыз, соның бәрін қазір столицада, Астанада кішкентай балаларға үйретіп жүргеніміз өте керемет. Және де тағы бір айта кететін мәселе, жалпы өзіңізге атап айтқандай біртұтас тәрбие бағдарламасы өте бір керемет жұмыстарды жүргізуімізге септігін тигізді. Соның біртұтас тәрбие бағдарламасының аясында осы мектептер құрылды деп айтып жатырмын ғой. Енді осы құндылықты дәріптеудің түрі осы екен деп кейбір балабақшалар асыра сілтеп жатады. Мен соған келіспеймін. Жаңағындай қойдың суретін салып қойып, қойды қырқыттырып, болмаса бір қой бақтырып деген сияқты, қазақ деген қой бағып қана жүрген халық емес қой. Ол жаңағы ұлттық құндылықты енгізген, ұлттық құндылыққа тәрбиелегеннің түрі осы екен деп кей кезде әріптестеріме айтарым, асыра сілтеушілікке жол беруге болмайды олай.
не нәрсе отанға, еліне, жеріне деген сүйіспеншілікті туғызудан басталады. Сондықтан жаңағы бата бергеніміз, ұл бала мен қыз баланың отырысының дұрыстығы, біздің қазақтың ою өрнектері, әжелер әкелер мектебінің ерекшелігі, және балабақшаларда енгізіліп жатқан, біздің Ақбота балабақшасында бар, және де бірқатар балабақшаларда енгізіліп жатыр. Бала мерген жобасының өзі балаға ұлттық рухты, қазақтың бір ата бабамыздың бір киімін киген кезде батыр болғандығын балаға сездіріп, батылдыққа, ержүректікке, дәлдікке тәрбиелейді. Бір осындай тұстарын атап кеткім келеді. Керемет. Керемет. Сіздің балабақшаңызда неше тәрбиеші жұмыс істейді? Коллектив неше адам негізі? Штаттық кесте бойынша жалпы 98 ғой штатта. Бірақ біздің балабақшамызда 60 қызметкер жұмыс жасайды. Оның 33-і педагог. Тәрбиешілерменен, оның ішінде логопедіміз бар, оның ішінде дефектологымыз бар, оның ішінде музыка жетекшілері бар, оның ішінде хореографымыз бар. Жалпы біздің балабақша 46 жыл тарихы бар ескі балабақша. Скоро 50 жыл болады екен. Иә, ескі балабақша, жұмыс тұрақталған, педагогтарымыздың тәжірибелері мықты, өздерінің жұмысына жауапкершілікпен қарайтын өте бір керемет командамен жұмыс істеп жатыр деп мақтанышпен айта аламын. Орысша айтқанда кадровый утечка жоқ шығар. Все держатся за работу, гордятся. Совершенно айттыңыз олимпиада, участие детей в олимпиаде. Ну, былай, в общем представлении, в основном мектепте оқитын балалар олимпиада қатысады. Садикте қалай қатысады? Балабақшада қандай олимпиадалар бар? Қазіргі таңда мына дарын орталығы білім басқармасымен әдістемелік орталықпен бірлесе отырып керемет үлкен жұмыстарды атқарып жатыр. Өйткені мысалы үшін балабақшаларда барлық жағдай жасалған ғой. Егер де жалақымды көбейтем десең, тәрбиеші іздену керек, баланы қатыстыру керек, өзі әдістемелік нұсқаулық жазу керек, өзі де қатысу керек. Сөйтіп категория алып, санатын қорғап, жалақысын көбейту керек. Сондай мақсатта әдістемелік орталықпенен білім басқармасының бастамасымен дарын орталығы жұлдызы жол, жаңағы осы бестемше сияқты балалардың логикасын дамытуға арналған түрлі байқаулар бар, өте көп. Сонда балабақшаның баласы бір олимпиадада орындар жақсы алса да, биік орындар, қандай мотивация оларға? Например, ученики школ, у них там свои там при поступлении, может быть, какие-то послабления, хотя сейчас вряд ли, да, но тем не менее, все равно, когда есть олимпиадные достижения, это уже идет в копилку ученика. А балабақшада бала, например, ұтып алды олимпиаданы, оған қандай мотивациялар бар? Енді балабақшада жалпы бұл байқаулар ғой, біздің баланың жаңағы білімді қаншалықты меңгергендігінің нәтижесі. Барлық қазіргі таңда балабақшалардың арасында қазіргі таңда бәсекелестік өте үлкен. Былтырғы жылдан қарағанда биылғы жылы тым көп қатысты, себебі үздік балабақша, үздік команда деген номинация алғаннан кейін барлық меңгерушілер, барлық балабақшалар белсене қатысуға тырысады, қатыстырады. Бұл жерде дарынды баламен жұмыс. Жаңағы баланың жылдың басында, жылдың ортасында, жылдың аяғында мониторинг жасап балалардың дағдыларын бақылап отырамыз ғой. Сол кезде осы балаларға енді бір ұсыныс ретінде бір мектептерге бір өздеріне бір баланың дамуына пайдалы деп айтатын едім. Мне вообще очень нравится, вот когда я беру интервью у заведующей детским садом, да, о том, что сегодня детские сады вышли на совершенно новый уровень. И как мы сейчас видим из беседы с Мульдерхану, заведующей детсадом Ақбота, сегодня очень высокая конкурентность между детскими садами. Это говорит о большом прорыве, потому что раньше в основном состязались школы, да, у кого больше там выше балл ЕНТ, у кого больше алтынбельгістов, у кого больше олимпиадников, у кого больше там... А сейчас между детсадами. Это здорово, значит, растет качество детсадов, значит, растет уровень, и значит, мы же все знаем, что основы интеллекта, будущего духовного потенциала воспитания закладывается именно балабақшада, в детском саду. И если наши детсады вот такие сейчас мощные становятся, значит, идут сильные ученики в школы. Это очень радует. Солай ғой? Дұрыс айтасыз. Да. Сізден тағы сұрайтыным,
Сіздің ойыңызша қазіргі балаларға не жетіспейді деп ойлайсыз? Жалпы қазіргі балаларға қарапайым балалық шақ жетіспейді деп ойлаймын. Неге? Керемет сөздер. Себебі бұрынғы ата-аналар түйсігіне сенген болса, бұрынғы ата-аналар, қазіргі ата-аналар өте білімді. Қазір мына техникалық мүмкіндіктер өте зор, GPT бар, басқасы бар. И баланы жан-жақты дамытуға тырысамыз да, балаға қарапайым бала болуға мүмкіндік бермейміз. Бала, Ахмет Байтұрсыновтың сөзімен айтатын болсақ, бала ойнап арқылы ойлана білу керек қой. Соны біз кей кезде ұмытып кетеміз. Да. Және ата-ананың уақытының тапшылығы шығар, балаға жетіспейтіні. Да. Дұрыс айтасыз. Біз жанұя бір-екі баланы өмірге келтіріп, ол баладан спортшы да болу керек, музыкантшы да болу керек. Ол бала теннисист, шахматист, тоғызқұмалақ киіст, химик, ботаник, английский білу керек, орысшаны білу керек, қазақ тілді күшті білу керек. В общем, бір балаға столько надежд, столько үміт саламыз. И ол бала бишара шаршап, өзін бала бақытты кішкентай бала өмірін на нет перечеркивает и становится вот таким гиперуставшим. Дұрыс айтасыз. Дұрыс айтам. Қарапайым балалық шақ жетіспейді ғой балаға. А мне кажется, вот бұрында ауылда балалар ойнап, секіріп, бір қолына бір бауырсақ ұстап алып, бір қолына сармай ұстап, бақытты болып өсті. Денсаулығы да күшті, тәрбиесі де жақсы, үлкендері де сыйлайды. А қазіргі балалар гаджетта отырып, Инстаграм, соцсети, ТикТок, и еще нагрузка, иди на плавание, иди туда, иди сюда, а счастья совсем мало остается сол кезде. В этом плане сіз ата-аналарға осы әңгімелерді айтасыз ба? Қалай болу керек, балаларға көп уақыт бөлу керек, тек сондай әңгімелерді, собрание, сондай нәрселер бола ма? Міндетті түрде балабақшада ата-аналармен жиі кездесіп тұрамыз. Ата-аналармен мына әсіресе біртұтас бағдарламасы енгізілгелі, әжелер мектебі, аналар мектебі, әкелер мектебі, аталар мектебінің жұмыстары керемет жүріп тұр. Ата-анамен біз бала тәрбиесіне байланысты өте көп түсіндірме жұмыстарын жүргіземіз. Жаңағындай отбасы бөлмесі бар, сол жерде бір жеке ойларымызбен бөлісіп, ата-аналармен жақсы жұмыс жасаймыз, сондай түсіндіру бағытындағы. Айтыңызшы, балаға не үшін бақша керек? Бала үйде да отырып тәрбиелеу алады, например, үйде атасы, әжесі болса, уақыты болса, әлде бақша керек па балаға? Енді бақша дегеніміз баланың қоғамға қалыптасуының ең алғашқы баспалдағы ғой. Сондықтан баланың балабақшаға баруы маңызды. Әрине, ата-ана тәрбие үйден басталады, ата-анадан басталады. Дегенмен де бала қоғамға, ортаға үйрену керек қой. Сондықтан балабақшаның маңыздылығы сода. Өзінің қатарластарымен араласу керек, өзінің жаңағы бүлдіршіндерменен ойымен бөлісу керек, ойнау керек, даму керек, қалыптасу керек, қоғамдыққа үйрену керек. Сондықтан балабақша баланың өміріндегі маңызды кезеңінің бір іргетасы. Да, дұрыс. Детский сад — это первая адаптация к социальной действительности, к коллективу, к команде, к умению вообще коммуницировать, критически мыслить. Действительно, үйде отырса, ол бала алысқа кетпейді шығар. Мөлдір ханым, егер бүкіл жүйені өзгертуге мүмкіндік сізге берсе, болса, неден бастар едіңіз? Жалпы шымшық сойса да қасапшы сойсын дейді ғой. Әр адам өзінің жұмысымен айналысқан дұрыс шығар. Жалпы балабақшаларға, білім саласына жасалып жатқан барлық жұмыстарға көңілім толады. Сізге өзіңіздің жұмысыңыз ұнай ма? Айтады ғой, адам бақытты жұмысқа көңілмен барса, сосын ол жұмыстан үлкен керамат көңілмен үйіне барса. Сізде қалай? Мамандығы мақтанышым деп қарай. Бұл
мен үшін тек қана жұмыс емес, бұл тек қана мен үшін табыс көзі емес, бұл менің жүрегімнің қалауы, жанымның қалауы. Мен осы жұмыстағы, осы бала тәрбиесіндегі бір ерекше миссия, ерекше жұмыспен айланысып жүрмін деп өзіме сондай бір ұстанымым бар. Ұнайды маған осы жұмысым. Бұл менің жұмысым емес, ұстанымым, бұл менің жүрегімнің қалауы. Күшті, керемет. Егер тәрбиеші балаларды ұнатпаса, жоқ енді ол адамда махаббат сол балаларға, болады ғой енді неше түрлі адамдар, бірақ жұмыс істеп жүрсе, осы дұрыс па, дұрыс емес па? Жалпы қай мамандықты алсақ та, ол тәрбиеші болсын, мейлі ол дәрігер болсын, мейлі ол инженер болсын, қай саланы алсақ та, ол мамандығын жақсы көру керек, жүрек қалауымен бару керек. Өзінің мамандығын жақсы көрмейтін, баланы жақсы көрмейтін тәрбиеші, ол өзін де шаршатады, ата-ананы да шаршатады, ұжымды да шаршатады, баланы да шаршатады. Сондықтан бірінші кезекте бұл жерде мамандыққа деген бір жүректің қалауы керек. Енді менің бір тәжірибемде болды, тәжірибеммен бөлісетін болсам, қазіргі таңда барлық балабақшаларда инклюзивті ерекше балалар бар. Әр топқа 3 баладан ерекше бала жүруге құқылы. Инклюзивті топтар барлық балабақшаларда ашылған. Сонда бір тәрбиеші, инклюзивті топтың тәрбиешісі баланы қабылдай алмады. Баланы қабылдай алмай, басқа топқа ауыстырыңызшы, мен жұмыс жасай алмаймын, балалар осы баланың ісін қайталайды деген сияқты бір сұраныспен, мен жұмыстан кетем ғой деген сияқты бір жан айғайымен келе берді. Сол кезде тәрбиешілердің барлығын жиналыс өткіздім. Сонда айтайын дегенім, Алла тағала баламен ешкімді сынамасын. Бұл онда ерекше баламен жұмыс, ерекше баланы дүниеге әкелген ата-анаға ол оңай емес. Ол Алланың бір сынағы. Сол бала сіздің алдыңызға келіп, сіздің алдыңызға Алла тағала келуін бұйыртып, көп тәрбиешінің арасынан сізді таңдап алып отыр екен. Сіз осы балаға қандай да бір тәрбиеге, жүрегіне бір орын тауып, осы баланың дұрыс болып, жақсы болып кетуіне кішкентай болса да үлесіңізді қосып, мейіріміңізді төгетін болсаңыз, сіздің орныңыз жұмақта деймін. Өйткені ол ата-анаға да оңай емес. Ол ерекше болып жаратылған балаға да оңай емес. Сондай кезде осындай бір балаға өзінің мейіріміңді, жан дүниеңді беріп, ықыласымен қарасаң, Алла тағала саған жұмақтың төрінен орын. Сендер бақыттысыңдар. Осындай баламен жұмыс істеп жүрген тәрбиешілерге сіздердің орындарыңыз жұмақта деп. Сондай бір мотивациялық тұрғыда бір өздерінің мамандықтарына деген мақтанышпен қарауларына жалығып, айтады ғой, бір выгорание дейді ғой. Сондай болмау үшін осылай бір жағымды, қалыпты бір жағдай, осындай бір мотивация беруге тырысамын. Осы әңгімеден кейін ол тәрбиеші қандай өзіне решение приняла? Қазіргі таңда бізде қызмет атқарып жатыр. Кеткен жоқ жұмыстан. Кеткен жоқ жұмыстан. Қабылдады. Өзі де бір балаларға бір керемет үлкен махаббатпен қарайтын, өзінің жұмысын бір мықты білетін, ата-анамен де қарым-қатынасы жақсы, бір сондай бір мықты маман болатын. Ол сондай кісі болып шықты. Сондай кісі болып шықты, және де ол сол балаға деген мейірімі басқаша бір қабылдады. Сонда айтады ғой, тыңдалмаған ән жетім деп. Сонда менің бір сөзім ол кісінің жүрегінен орын тауып, мамандығына деген бір қызығушылығын арттырып жатса, мен үшін бақыт. Мен осылай мотивация беремін деп айтамын. Қалай сіз өзіңіз профессионалсыз, осындай сөзді керек кезде тауып, керек кезде сол тәрбиешілерге айтып, сол жүректерін солай ояттыңыз? Себебі мен де өзімнің қызметіме жүрекпен қараймын ғой. Бала тәрбиешісі, баланың қауіпсіздігі мен үшін маңызды ғой. Сондықтан Алла тағала бізге осы ұстаздық жолын, және де соның ішінде бір кішкентай балалардың түйсігін ашуды бұйыртқандықтан, ол менің ұстанымым. Инклюзивті балалар неше балалар сіздің балабақшаңызда? Біздің балабақшада жалпы 11 топ бар. Оның 10 тобы қазақ тобы, 1 топ орыс тілінде жүргізіледі, және 1 топ түзету тобы, ал 5 топ инклюзивті балалар 5 топта жүр. 5 топта 3 баладан. 3 баладан 15 бала инклюзивті. Солай, иә. 15 бала. Қиын ба?
әрине оңай емес. Мгм. Ерекше жаңағындай бір жүрек керек бұл жерде. А вот, ладно, сіздің жүрегіңіз, тәрбиешілердің жүрегі, это профессионалы, вы специалисты, үлкен взрослый кісілерсіз. А балалар, сондай балаларға қалай қарайды? Қалай оларды қарсы алады? Қалай олармен ойнайды? Как у них выстраиваются отношения? Енді түзету тобындағы балалар, ол жерде 12 бала бар, ол жерде кішкене қиындау балалар, жаңағы логопед бар, дефектолог бар, психолог бар, тәрбиешілер бұл жерде жүйелі түрде бөлек жұмыстар жүргізіледі. Ал инклюзивті балалар дегеніміз, ол ерекше балалар, ол әлеумет, қоғамға, мектепке ол бейімделу керек қой. Мгм. Сондықтан да қатардағы балалармен қатар жүреді. Бұл жерде тіл кемістігі болуы мүмкін, бұл жерде кішкенде бір кемшіліктер болуы мүмкін, бірақ балалардың қарым-қатынасы дұрыс. Сол қарым-қатынас дұрыс болу үшін де балалармен де бір жақсы жұмыстар жүргізіледі. Керемет. Тем самым вы воспитываете, потому что раньше бұрында инклюзияға өте мән бермеді ғой қоғам. И сол кездерде было неприятие обществом, да, вот таких детей. И айтады ғой, ең жестокий болатын адамдар вообще негізі балалар, да? Потому что үлкен кісілер понимают, аяйды, сравнивают, күлуге болмайды, мазақтауға болмайды, өзің басыңа ол келуі мүмкін, да? А балалар, они же такие, какие есть, и они могут быть жестокими. И то, что мы сейчас у нас в Казахстане начали инклюзивных детей наравне с детьми в группах, тем самым мы помогаем и этим детям, и кәдімгі, дені сау балалар тоже учатся принимать осы балаларды. Это, мне кажется, большая тоже үлкен жұмыс. Бұл жерде айтайын дегенім, балабақша деген бірінші тәрбие береді, тәрбиеден кейін барып білім береді. Сонда біздің балабақшаның бағыты не? Баланың бойына ізгілік, адамгершілік, құндылықтарды сіңіру. Жаңағы бір ойынымыз арқылы, жаңағы балабақшамызда жүргізіліп жатқан, ашылып жатқан инновациялық кабинеттер арқылы, жаңағы бір ата-аналар мектеп арқылы біз балаға дұрыс тәрбие беру арқылы жаңағы ондай көзқарас қалыптасуына мүмкіндік бермейміз. Тағы да бір айта кететін жайт, мысалы, бірінші кезекте балабақша тәрбие мен білім беру ғой. Кішкентай кезінен бастап бүлдіршіндеріміздің бойына дұрыс бағыт көрсетіп, айтып жатырмын, құндылық дәріптеп, үлкенге құрметпен, кішіге ізетпен қарауға үйретіп жатырмын деп айтып жатырмыз. Соның ішіндегі ата-аналар мектебінің жұмыстарының жүйелі түрде жүргізілуін айтып жатырмыз. Енді айтайын дегенім, осындай жұмыстардың дұрыс жүргізілуі кейін мектепте буллингтардың болмауына әкеп соғады деп айтатын едім. Өйткені мен түсіндім, қазір мен 3 баланың анасымын, қызым бар, ұлым бар, олар мектепте оқиды. 3-ші балам ол кішкентай әлі. Сонда бір ауданнан екінші ауданға көшкен уақытымда, мектеп ауыстырғанда, мен ұлым үйреніп кетті, бірақ қызыма өте қиын болды. Неше жаста ұлыңыз, қызыңыз? Ұлым 3-ші сыныпта болды. Ол кішкентай болғанда білімге кетті. Бірақ қызыма мектепте өзінің сыныптастарының қарым-қатынасы, жаңағы айтып жатырмыз ғой, буллинг деп, өте ауыр болды. Мектепте оқығысы келген жоқ, басқа сыныпқа барғысы келді. Сонда именно не болды? Қыздардың арасындағы қарым-қатынас дұрыс болған жоқ. Именно сіздің қызыңызға емес, а в общем микроклимат, да? Или прям қызға конкретно жаңадан келді, ты новенькая деп бір түрлі? Мен бұл жерде мектептер, енді өзімнің басыма түсіп, өзім тікелей келмейінше мектептегі буллинг деген дүниені түсінбейтінмін. Бірақ қызымды басқа мектепке ауыстырғанда, жаңағы басқа сыныптастарының қызыма деген қарым-қатынасы баланың психологиялық тұрғыда өте бір жеп жіберді. Маған ауыр болды сол. Сондықтан мен айтам, балабақшадан бастап бойына құндылық деген дүниені дәріптеу керек. Білімнен бұрын тәрбие бірінші тұру керек. Сол кезде ол мектепте буллинг деген дүниеде болмайды деп. Сонда қалай шешім болды қызыңыз туралы? Бөтен мектепке кеттіңіз бе әлде қалай вахыт қандай болды? Жаңағы бұл жағдайдан енді қашып басқа мектепке кеткен жоқпыз, өйткені ол басқа мектепке барса да болатын жағдай. Себебі менің қызым өте салмақты, сабырлы, сондай қыз. Сынып жетекшісімен, оқу ісінің жауапты жаңағы мамандарымен сөйлесу арқылы шештік.
әңгімелесулер арқылы. Мен оны жай ғана қарап қойған жоқпын. Мектеп әкімшілігімен байланысқа шығып арқылы шештік. Мөлдір Басқа ханым, сыныпқа сіз ауыстырылдық. педагог болғасын осы шешімді дұрыс шештіңіз да. Қандай сіз кеңес бересіз бөтен ата-аналарға, например, қызы, ұлы бір мектепке келіп осындай буллингпен кездессе не істеу керек, қандай кеңес бересіз? Ата-ана Педагог ретінде, М, ана ретінде. енді ана ретінде айтарым, ол өте бір жеңіл дүние емес екен, өте ауыр. Балаңның сабаққа жаңағындай белсенділігінің азаюы, мектепке барғысы келмегендігі, өзінің бір көңіл күйінің түсіп, айтады ғой, раздражительность дейді ғой, бойындағы сондай қабілеттерін көру мен үшін оңай болған жоқ. Сондықтан да кез келген дүниеде мектеппен Диалог құру керек. диалог құрып шешімін табуға тырысу керек екен, қолдау керек балаға. Балаға қолдау көрсету керек. Жалпы қандай жағдайда болса да баламен ашық сөйлесу керек, балаға қолдау көрсету керек. Ата-ананың осындай жағдайда ата-ананың қолдауы бала үшін өте маңызды. Жаңа айтқандай, ата-ана баласына уақыт бермесе, оны даже сезбей қалуы мүмкін. Сезбей Буллинг қалуы туралы. мүмкін. Сезбей қалған кезде ол уже ары қарай бір қиын жағдайларға Қиын, келіп соғуы да мүмкін. Да. Өйткені мен мектепке ауысудың жеңіл емес екенін, мектепте ұл бала емес, қыз балалардың арасында осындай дүниелер болатынын өзім қақтығысқасын біліп отырмын. Да, менің естуімше қыз балаларда даже өте қиын жағдайлар болады екен. Сіз дұрыс айтасыз, мен тоже ойлаймын солай, не только академические знания успеваемость, а воспитание важно. Потому что бала дұрыс тәрбие алмаса, ол бір керамат кілең беске оқысын, олимпиадник болсын, бір керамат жоғары оқуға түссін, оның ішіндегі рухы болмаса, тәрбиесі болмаса, ол қоғамға ешқандай жақсылық істемейтін сияқты сол адамда. Дұрыс айтасыз. Ол бала тәрбиесі өте сондай позитив, өте добрый, әдем жақсы тәрбие алған. Енді шамалы білімі жетіспейді, успеваемый жоқ, оны подтянуть всегда можно. А вот мынаны не подтянешь. Тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы дейді. Тәрбие мен білім ол екі қанат сияқты ғой, егіз ұғым. Қатар жүру керек деп ойлаймын. Да, керамат бізде әңгіме болып жатыр сізбен. Мен сізден тағы сұрайын дегенім, авторлық алдыңыз. Сіздің жанұя өте қуанды ма сонда? Мақтаныш болды ма? Жалпы менің осы басшылық қызметте өзімнің мамандығыма мақтанышпен қарап, таңнан кешке дейін қызметте жүруіме, ол менің отбасымның қолдауы. Әрине менің қандай да бір жетістігіме анам қуанады, жанымда жүрген жан-жарымның бір түсінігінің бір кеңдігі шығар. Бір сондай бір салмақты, салиқалы, көп нәрсеге бір кең қарайтын бір керемет жігіттің жарымын деп ойлаймын. Сондықтан да бір менің әр бастамама менің жарым, менің анам, менің балаларым әрине қуанады. Және менің еркін жүруіме ол менің анамның қолдауы бар. Анаңыз Астанада? Анам Астанада, өзімнің жанымда. Мен ойлаймын, сіз бақытты әйелсіз, мамаңыз бар, анаңыз бар, балаларыңыз бар, сүйікті жұмысыңыз бар, жолдасыңыз бар. Аллаға мыңда бір шүкір деп айтайын. Кей кезде менің жалпы отбасында 4 адамбыз, 4 баламыз ғой. Бір апайым бар, 2 ағам бар, және менмін. Сонда ағаларым Семей қаласында тұрады. Сонда қазақта қайдан көрдің қыз баланың, қазақта қайдан көрдің шешенің қыздың үйінде жүргенін? Қайтар шешемізді дейді да маған. Мен айтам, маған керек болып тұр ғой. Анаңыз сізбен тұрады? Балам кішкентай болған соң менімен жүр. Ағаларым намыстанып қояды. Күйеу баласы анаңызды жақсы көре ма? Өте жайлы, жақсы көреді. Тещасын. Өте жақсы қарым-қатынас. Ұжымды басқаруда қандай қағидаларды ұстанасыз? Ұжымды басқаруда ең бастысы ол психологиялық және педагогикалық ахуал ғой. Ұжымдағы ауызбіршілік ол ең маңызды дүние. Береке, ауызбіршілік, бірлік.
Сондықтан да осы жағымды ахуалды, жайлылықты сақтап тұруға тырысам. Мен басшымын екен деп педагогтардың, қызметкерлердің мазасын алуға тырыспаймын. Қандай да бір жаңашылдық, қандай да бір бастама болса да, өзім кірісіп, өзім істеп, ары қарай командам қолдап, бірге жасап жүре береміз. Ну, вы прям современный тип руководителя, который на равных, без всякой, как раньше, мен бастық, мен меңгеруші, да, вот дистанция жоқ ондай. Ондай дистанция жоқ. Супер. Сізде в основном балабақшада жас әріптестер, әлде үлкен, опытный әріптестер? Қайсы көп? Ортаңғы буын, тәжірибелі мамандар көп. Сіздің бөтен меңгерушілерден қандай айырмашылығыңыз бар деп ойлайсыз? Ваше отличие, особенность. Бұл сұрақты менен қарағанда әріптестеріме қойғаныңыз дұрыс шығар деп ойлаймын. Но мен ойлаймын, қазір вообще біздің Астанада меңгерушілер өте современный, креативный, сондай кісілер, и өте сондай обаятельный, милый. Вообще, действительно, балабақшада істеген кісі, тем более басшы болып істеген кісі, многогранный болу керек қой. Чехов айтқандай, бұрында түрі де жақсы болу керек, білімі де, беті де, киімі де. Қазақша мен дұрыс айтып жатырмын ба? Дұрыс айтып жүрсіз. Негізі солай да. Любой адам өзіміз үлгі болу керекпіз ғой. Да, үлгі болсаңыз, сонда әріптестер де тырмысады сондай болу, сол үшін. Дұрыс айтасыз. Білім басқармасынан қолдау сезіле ме? Ощущаете поддержку со стороны управления образования? Вообще балабақшаға внимание, какая-то забота, вообще управление образованием басшысы келіп тұра ма? Есть какая-то вот такой тесная связь, тандем? Или как на острове сами работаете? Жалпы балабақшаларға қолдау өте сезіледі. Бірінші кезекте басқарма басшылығы әр балабақшаның, әр меңгерушінің жұмысына әділ бағасын бере алады. Ол әрине біздің жұмысқа жауапкершілікпен қарауымызға, өзіміздің мамандығымызды жақсы көруімізге мотивация. Одан кейін жаңағы біздің меңгерушілеріміздің, педагогтарымыздың жаңағындай біліктілігін арттыруға, қандай да бір ізденіс болса, қандай да бір оқу болса, соны үйренуге, тәжірибеге енгізуге қолдауларын көрсетіп, жіберіп, жаңағындай ұйымдастырып тұрады. Және де қандай да бір қиналып, қандай да бір шешім жоқ бір тұстар болатын болса, үнемі қолдайды. Және білім басқармасы және әдістемелік орталық әр балабақшаның деңгейін біледі. Әр балабақшаға мониторинг жасалып тұрады жұмысына. Әр балабақшаның бағытын жетік біледі. Мен басқарма басшылығының қолдауын жаңағындай білемін, сеземін, және де жауапкершілікпен қараймын сондықтан да жұмысқа. Это супер, когда такой есть взаимосвязь. Это, во-первых, и ответственность, и в то же время понимаешь, что ты не один, что ты всегда можешь обратиться за помощью, в сложной ситуации болса. Тебя всегда методически поддержат, морально поддержат, профессионально поддержат. Это супер. Айтып жіберіңізші, астаналық ата-аналар қандай өтініштермен жиі келеді? С какими вопросами, проблемами келіп тұрады? Астаналық ата-аналардікі балабақшаға орналастыру мәселесі көбінесе. Одан кейін қазіргі енгізілген ваучерлік жүйе бойынша сұрақтар. Сосын кейін тағы да жиі келетін ата-аналар, әсіресе балалары балабақшаға орналастырылмаған ата-аналар, әр балабақшада консультативтік пункттар жұмыс жасайды. Осы пунктқа бала тәрбиесіне байланысты сұрақтарына жауап алу мақсатында келеді. Оның ішінде логопед маманнан, тілдік жаттығулар, баланың тілін дамыту бойынша, дефектолог маманнан, психолог маманнан, әдіскерден, тәрбиешілерден, жаңағындай баланың тәрбиесіне қатысты сұрақтар бойынша жиі келеді өтініштермен. Мен жақында бір Каусар деген балабақшада болдым, осындай консультативтік центрда болдым. Өте керек нәрсе екен. Сіздің балабақшаңызда осындай центр турсыз. Жалпы Астана қаласында барлық балабақшаларда консультативтік пункт жұмыстары нақты жүйелі түрде жолға қойылған. Сіздің балабақшаңыз материалдық жағынан базасы қандай? Сіз жаңа айттыңыз, ескі детсад уже 45
45 жас, да? 45 жыл. 46 жыл болды. 46 жыл болды. Материальный базасы қалай қазір? Қиын ба, современный ма? Жалпы Ақбота Не жетіспей жатыр? балабақшасының материалдық базасы 46 жыл тарихына қарамай, 22 жылы Зияткер академиясы деген кабинет ашқан болатынбыз. Бұл жерде ұлттық ойындарды жасақтадық. Оның ішінде жаңағы бес кенейіміз бар, асық атуымыз бар, бес темшеміз, алаңдағы бес темшеміз. Осы Зияткер академиясының ішінде бірнеше бағыттағы кабинеттерімізбен жасақталған. Атап айтатын болсақ, ұлттық құндылық кабинеті, оның ішінде шит оқу, қамшы өру деген сияқты. Одан кейін жаңағы құм терапиясы, сонымен қатар ерте кәсіпке бағдарлауға байланысты, мамандықтарға байланысты кабинет, бала мерген жобасы, шабан-тоз жобасы, балаларды дәлдікке, шапшаңдыққа үйрету мақсатындағы. Сонымен қатар барлық жағдай материалдық базасы жақсы жасақталған. Супер. Өте сондай бір қазіргі заманауи, сонымен қатар ұлттық тәрбиені насихаттай отырып, бала тәрбиесіне қажетті ақылы түрде де, қосымша вариатив ретінде де барлық жұмыстар жүріп жатыр. Жағдай жасалды. Супер. А бүгін балабақша жүйесінде сізді не қынжылтады? Бар ма сондай нәрселер? Барынша балабақша жүйесінде бала тәрбиесіне қатты көңіл бөлініп жатыр. Балабақшаларға қатты жағдай жасалып жатыр. Жалақысын көбейтем деген тәрбиешілерге барлық мүмкіндік беріліп жатыр. Балабақша басшыларының өзіне де сондай бір жалақымызды көбейтеміз десек, сондай санат қорғауға да бір мүмкіндіктер туғызылып жатыр. Енді бұл жерде қынжылтатын мәселе техникалық мамандардың жалақысының аздығы шығар. Ол кадр тапшылығының жетіспеушілігіне әкеп соғады. Осы мәселе әлі бар. Вот закон о статусе педагога болғаннан кейін мұғалімдердің жалақысы өсті. Сегодня учителя достаточно хорошо получают заработную плату. А воспитатели, всю жизнь воспитатели жаловались, что у них плохая заработная плата. И из-за этого плохо шли, дефицит кадров был. Қазір қалай вообще жағдай? Енді қазір жалпы мектептерде мұғалімдер санат қорғайтын болып, санатқа 30%, 50%, 70% қосылатын болса, балабақша тәрбиешілеріне де сондай мүмкіндік бар. Егер жалақысын көбейтем деген педагог, тәрбиеші, ол өзі балаларының жетістігі, өзінің жетістігі, авторлық бағдарламасы, жан-жақтағы байқауларға қатысу арқылы өзінің санатын қорғай отырып, жалақысын да көбейте алады, ондай мүмкіндік жасалған. Ну, если бы, наверное, коммерческий тайна емес шығар енді. Қандай зарплата сегодня у современных воспитателей? Самая высокая и самая низкая, если это можно айтуға. Ол енді жаңағы тәжірибесіне, өзінің жұмыс өтіліне, категориясына байланысты. Категориясы жұмыс өтілі жақсы педагогтар 100-дің үстінде алады. Ал егер категориясы санаты жоқ, енді ғана қызметке келген мамандар, ол 180. А техникалық әріптестер? Техникалық әріптестеріміздің жалақысы төменірек. Сондықтан да тәрбиешінің көмекші болып көп адам келе бермейді. Баласын балабақшаға алып, баласы үшін келген көмекшілер ғана келеді деп айта аламын. Өйткені 100-дің үстінде ғана кішкене. Техникалық әріптестер это нянечки, көмекшілер, поварлар кіреді. Поварларымыз кіреді. Күзетшілеріміз кіреді. Инженер, солар барлығы кіреді. Енді осы мәселелер көтерілетін шығар? Поднимаются же время от времени. Жатыр, ақырындап қосылып жатыр. Дегенмен де мені қынжылтатын мәселе деп сіз сұрағаннан кейін үкімет тарапынан қолдау бар, мүмкіндік бар, барлық жағдай жасалып жатыр педагогтар үшін, бірақ техникалық қызметкерлерге әлі де жалақы көбейту керек. Дұрыс, в целом мы говорим, что очень много делается, ощущается, что действительно бүгінгі балабақшалар это не вчерашние балабақшалар. Ойыншықтар көп, компьютеры, да, уже даже есть робототехника, национальные игры, бәрі бар, питание тоже нормализовалось. Воспитатели стали ақшаны лучше получать, стремиться. Ну, есть и проблемы, конечно. Технические специалисты это не только же в детсадах, и не только в Астане, повсеместно, и не только в Казахстане. Эта проблема была всегда и, наверное, еще долго будет, потому что, ну, как-то так вот, ну, думаю, что это все будет решаться со временем. Бәрі сұрақтарды қойдық,
Тағы не айтуға болады балабақша туралы? Мындай сұрақ менде қазір туды. Кейбір мектеп директорлары айтады, біз лучше мұғалім болайықшы, мұғалімнің зарплаталары выше, категория, надбавки, уроки. Например, директор школы ответственность үлкен, зарплатасы иногда меньше, чем учителей. Балабақша меңгерушісі қалай? Балабақша меңгерушінің де жалақысы көп емес қой. Егер де санатың жоқ болатын болса, жұмыс өтілің жоқ болатын болса, бірақ мектептің директорларына да балабақшаның меңгерушілеріне де жағдай жасалған ғой. Сондықтан іздену арқылы қазіргі былтырғы жылғы өзгерістер тіптен керемет. Мына өзіміздің тек қана балабақшаның жетістігіне сүйеніп қалмай, өзіміз меңгеруші, басшы ретінде даму үшін жаңағы бұйрыққа өзіміздің жеке дамуымызға байланысты конференцияларға қатысу, әдістемелік нұсқаулық жазу, байқауларға қатысу сияқты пункттарды қосқан екен. Осындай бір санат алу арқылы категорияны көбейтуге, жалақыны көбейтуге болады. Мысалы үшін 3-ші санатты меңгеруші болсаң, онда 30% қосылады, 2-ші санат алсаң 50% қосылады, егер де 1-ші санат алсаң, жалақымызды 100%-ға көбейтуге мүмкіндік бар. Дұрыс. Барлығы өзіміздің қолымызда. Да. Керемет мотивациялар бар для личностного роста. Бар. Если отыра берсең, дым істемей, конечно, адамның өзіне байланысты. Даму да болмайды сол кезде. Дұрыс айтасыз. Қандай сіздің ең керемет, ең күшті арманыңыз? Менің ең керемет, ең күшті арманым ол жаңағы менің жасап жатқан жұмысымның нәтижесін көру. Осы салада жүргендіктен, осы бала тәрбиесімен айланысып жүргендіктен, қоғамға пайдасын тигізетін азаматтар мен азаматшаларды тәрбиелеп жүрмін деп айтып жатырмын ғой, соның нәтижесін көру. Супер мақсат и арман. Бүгінгі балабақша и мысалы 20 жылдан кейін сіздің көзқарасыңыз қандай? Сондай балабақшаға. Болашақтың балабақшасы қандай болу керек? Болу мүмкін қандай? Менің көргім келетін балабақшалар барлық бала қазақ тілінде жетік сөйлейтін, өздерінің ойларын ашық айта алатын, және де тіл мүкістігі жоқ, тілдері таза, ойлау қабілеттері ұшқыр. Осындай балаларды тәрбиелейтін балабақша көргім келеді. Балалардың барлығының сондай бір жан-жақты дамыған балалар болғанын қалаймын. Супер. Себебі қазіргі таңда тіл мүкістігі де үлкен мәселе ғой. Цифровой аутизм дейміз. Балалардың көбі орыс тілінде сөйлеп жатады. Содан кейін көп балалар сөйлей алмай келеді. Осындай мәселелер болмайтын балабақшалар болса екен деймін. Күшті. Мөлдір Әткалина, мен өте қуаныштымын. Менің ойымша бізде өте маңызды, өте пайдалы әңгіме болды. Сіз қалай ойлайсыз? Ұнады ма сізге бүгін подкаст? Сізбен бірге әдемілесіп, өзіміздің жалпы балабақшада жүргізіліп жатқан жұмыстармен бөліскенім өте ұнады. Сізге үлкен рахмет шақырғаныңызға. Я благодарю вас. Көп рахмет. Енді біздің подкастқа, біздің Шәкәрім студияға, сіз Семей жақтан Шәкәрім, мне кажется, название сізге өте ұнайды біздің студияның да. Келіп тұрыңыз, өзіңіздің опыттарыңызды көрсетіп, осылай